Барлықтарыңызға сәлем. 7 жыл. 7 жыл жарық көрмей дыбыс естімей өткен ғұмыр. Бүгінгі видеомыздағы кейіпкердің өмірін осылай сипаттауымызға болады. Колин Стэн есімді қызды бір отбасы ұрлап, осылай адамның миына кіріп шықпайтындай етіп қинаған. Барлығы қалай болғанын айтпас бұрын, арнамызды қолдау мақсатында лайк басып тіркеліп кетейік. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Колин Стэннің оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Достар, видео басында QRF ұжымынан сіздерге айтар жаңалығымыз бар. Біз екінші арнамызды аштық. Бренд арнасы. Онда сіз әртүрлі брендтердің шығу тарихын көре аласыздар. Видеолар аптаның сенбі күні шығып тұрады. Сілтемесі төменде болады, тіркеліп бізді қолдап кетіңіздер. Колин Стэн отбасымен бірге Орегон штатының Юджин қаласында тыныш қана өмір сүріп жатқан еді. Қыз әрдайым саяхаттағанды жақсы көретін. Оның достары әр қалада тұрғандықтан, бірде Колин оларға барып, немесе достары қыздың үйіне келеді. 1977 жылдың 19 мамыры. Колиннің достары туған күнге байланысты жиналмақшы болады. Ата-анасынан сұранып, қыз болса жолға шығады. Колин әрдайым сақ жүретін. Көлік тоқтатқанда оның ең басты талабы жүргізуші әйел болуы немесе отбасымен отыруы керек. Іште тағы сәби болса, онда тіптен қауіпсіз деп санады. Солай ол қолын созып, көлік тоқтатады. Ұзын жолдан бір көлік көрініп, қыздың жанына қарай келіп тоқтайды. Іште Колиннің талабына сай бір отбасы сәбиімен отыр екен. Кэмерон және де Дженнис Хукер. Осылайша ол ойланбастан көлікке отырады. Стэн бірден көліктің артқы орындығында бір түсініксіз ағаш қорапты байқайды. Біраз километр жол жүргеннен соң, Хукер қыздың сұрауы бойынша бір автотұраққа тоқтайды. Сол сәтте Колиннің ішкі даусы қашып кет дегендей болған екен. Бірақ түрлеріне қарасаң, қарапайым адам секілді болған отбасыдан қыз ешқандай да күдіктенбейді. Жарты сағаттан соң Кэмерон тоқтап, Колинге біздің айтқанымызды орындайсың деген талап қояды. Артынша бейгүнә қызды байлап, басына бағанағы арнайы дайындалған ағаш қорапты кигізеді. Олар Колинді өз үйлеріне әкеліп, жертөлеге шынжырмен байлап, іліп қояды. Ал Кэмерон болса, оның көзін байлап, аяусыз ұра бастайды. Қыз өзін өлтіретініне сенімді болды. Кэмерон Хукер 1953 жылы Альтруаз қаласында дүниеге келеді. Сыныптастарының айтуы бойынша ол қарапайым бала болған дейді. Бірақ әрдайым көшіп қонып жүргендіктен бе Кэмерон өзгереді. 16 жасында қатты жабылып тұйықталып қалады. Тіпті айналасында араласатын достары да жоқ еді. Жалғыздықтан оны жаман ойлар мазалайтын. Оқыған романдарының, ойлайтын ойларының өзі ұятсыз. Адамды зат ұқсап көріп, өзін романның басты кейіпкері секілді ұстайды. 19 жасқа толған кезде Дженниспен танысады. Отбасы оны ұрып соғып, жаман қарым-қатынас жасайтын еді. Кэмерон Дженниске «Менің құлым болсаң, саған үйленемін» дейді. Ол болса келісімін береді. Содан бастап оны қинап, ойына келгенді жасайды. Бірақ Дженниске бұл күннен күнге қалыпты болып кетеді. Екеуі Колин Стэннің өмірін қимай, төсегінің астына қорапқа салып, бекітіп тастайды. Қыз 23 сағаттың қимылсыз, тас қараңғыда өткізеді. Кэмерон 1 сағат оны босатқанымен, қинап, тоқпен соғатын. Егер қашып кететін болсаң, өзіңді және отбасыңды қырып тастаймыз деп қорқытады. Біз бір ұйымнанбыз деген секілді. Колин өзін ана отбасыға беретін құлдық келісімге қол қояды. 1981 жылы Кэмерон Колинді анасына апарады. Бірақ қыз ештеңе білдіре алмайды. Себебі, бағана айтқанымдай, егер айтып қойса, отбасын өлтіреді деп қорыққан. Отбасы болса, Кэмеронды жігіті деп ойлап, жақсылап тұрып күтіп жібереді. Екеуінің күліп тұрып түскен суреті де бар екен. Уақыт өте келе, Колин қораптан сыртқа көптеп шығатын болды. Хукерлердің баласына қарап, амалсыздан үйдің шаруаларын жасап жүреді. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, қашып кетейін десе, қыз қатты қорқып қалған. 1983 жылы Колинге жұмысқа тұруына рұқсатын береді. Тіпті Дженниске оны екінші әйел ретінде аламын дейді.
Бұл шешімі Дженнисті қатты алаңдатып, ол Колинге бар шындықты айтады. Яғни, ешқандай үйім жоқ дейді. Колин, ол да мен секілді құрбан болған шығар деп ойлайды. 1984 жылдың тамыз айында Дженнис Колинді автобус станциясына әкеліп, өзі 2 баламен қашып кетеді. Бір қызығы, Колин бұл жағдай бойынша полицияға хабарламайды. Себебі Кэмерон осыдан соң есін жияды деп ойлаған. Ол айтпағанымен оны Дженнис сатып береді. Барлық қылмысын ашып, Колин оның алғашқы құрбаны еместігін де айтады. 1976 жылы қаңтар айында Мэри Элизабет есімді қызды да ұрлаған екен. Дженнис сотта күйеуіне қарсы дауыс береді. Сотта Колин Стен Стокгольмдік синдромымен ауырған деген болжам шығады. Яғни, қатты стресстен құрбаны өзінің қинаушысына ғашық болып қалады. Кэмерон Колинге туған күнін тойлауға да рұқсатын беретін болған. Сондықтан оны сәлде болсын қорғаған екен. Сотта Кэмерон күліп тұрып, мына жақта 2 жаман әйелмен өмір сүргенше, түрмеде шірігенім жақсы дейді. Солай оған 104 жыл уақыт беріп, бас бостандығынан айырады. Ал Колин Стен қазіргі уақытта барлық қорқынышынан айырылып, өз қалпына келген. Осылайша видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Комментке видео туралы пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Бізде осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.